Республика соттарында екі съезд аралығында әділ сот төрелігін жүзеге асырып, судьялардың кәсіби шеберлігін жетілдіру бағытында асқаралы жұмыстар жүзеге асырылды. Атап айтсақ, 100 нақты қадам ұлт жоспары мен сот жүйесінің 7 түйінді бағдарламалары сот жүйесінің жаңа келбетін қалыптастырды. Атырау қаласында бітімгершілік орталығы ашылды. Орталық жұмысына зор табыстар тілейміз. Азаматтық істерде процестің сапасын көтеру, сот жарыспалылығы қағидаттарын жетілдіру, татуластыру рәсімдерін қолдануды кеңейту, артық процестік әрекеттерден арылу, сот ісін жүргізуде электрондық сервистерді кеңінен қолдану қажеттігі заңды тұрғыда жүзеге асты. 16 наурыздан бастап Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен төтенше жағдай жарияланды Қазақстан Республикасында. Алайда осы төтенше жағдайға қарамастан соттар өз жұмысын жалғастырып келе жатты. Сот жұмысы онлайн форматта өтіп жатыр. Яғни тараптар сотқа келмейді, сотқа талап арыздардың бәрі тек қана электрондық жүйе арқылы ғана жолданып іс қаралып келе жатыр. 100% сот кабинет арқылы беру арқылы қаралып жатыр істер. Қазіргі таңда осы азаматтық процесс істерді жүргізу бойынша көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр. Оған сәйкес негізгі басымдық осы тараптарды бітімгершілікке келтіру болып танылып отыр. Осы бағытта соттармен де көп жұмыстар атқарылып жатыр. Осы жоғары соттың төрағасы Жақып Қажыманұлының 7 мамырда үндеуі жарияланды. Оған сәйкес барлық істер бойынша кейінгі өзгерістерге сәйкес сотқа қабылданбас бұрын 10 күн ішінде судья примирительдерге беріледі. Яғни татуластырушы судьялар, солар тараптармен жұмыс жүргізіп, татуластыру шараларын қолданады. Одан бөлек осы татуластыру орталығы ашылды Атырау облысында, және билер кеңесі жұмыс атқарып жатыр. Сол атқарылып жатқан жұмыстың бәрі істі, дауды сотқа дейін реттеу, сотта реттеу, соттан тыс реттеу, яғни тараптарды бір бітімгершілікке келтіру жолымен реттеу болып танылып жатыр. Атырау облысының барлық соттарында замана талабына сай фронт офистер пайдалануға берілді. Онда сотқа жүгінуші тараптар үшін қолайлы жағдай жасалып қана қоймай, түрлі заңгерлік кеңестер алуға, адвокаттар және медиаторлармен кездесуге мүмкіндік берілді. Кәсіподақтармен, жеке сот орындаушылар палатасымен, медиаторлармен және басқа да құрылымдармен сотқа дейінгі татуластыру рәсімдерін енгізуге қолдау көрсеткен меморандумдар жасалды. Меморандумға отырып, соған байланысты мына жерде кісілерді қабылдауға келдік медиатор ретінде осы кабинетте. Себебі жаңағы күнделікті мынау біздер онлайн қабылдаймыз дегеннің өзінде мынандай тікелей келіп сотқа келуші кісілер, азаматтар көбейгендіктен осы офлайн түрде жаңағындай тікелей кісіні қабылдау түрінде қабылдайық деп шештік. Енді осы 28 қыркүйектен бері қарай қабылдаулар жүргізіліп жатыр. Содан бері қарай мына іште де ыңғайлы болды. Кісілерге мына қылмыстық істер бойынша кәмелетке жасы толмаған балдардың арасында жаңағындай медиациялық келісімге отырып жатқан азаматтарымыз бар. Сол кісілерге де ыңғайлы болды. Мұнда келіп жаңағы медиациялық келісімдерін өздері бір-бірлерінен кешірім сұрап, татуласып, бірден жаңағындай екі жақты қол қойып отыр. Сондықтан да бір жағы осылай тікелей мына кісілерді, азаматтарды тікелей кабинетте қабылдағанның бір жағының жаңағы үлкен пайдасы болып отыр соттарға. Электрондық сот төрелігі мүмкіндіктері негізінде сот ісін жүргізу қағидалары түбегейлі өзгерді. Күнделікті соттар өндірісіне заманауи цифрлық ақпараттық технологиялар, аудио бейне жазбалар, іс қағаздар мен хат хабарларды жүргізудің электрондық сервистері енгізілді. Бұл азаматтарға қашықтан сот төрелігіне ашық және кедергісіз қол жеткізуге, уақыттары мен қаражаттарын үнемдеуге мүмкіндік туғызды. Процеске қашықтан қатысудың, процеске қатысушылардың электрондық гаджеттері және басқа техникалық құралдарды пайдалануына рұқсаттың берілуі де ашықтық пен қолжетімділіктің көрінісі деп бағалау керек. Әсіресе ақпарат құралдарының өкілдеріне бұл жаңашылдықтың берері мол.
Ағымдағы жылдың 10 маусымда Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодексіне соттар жұмысын заманауи форматтарын енгізу, артық сот рәсімдері мен шығыстарын қысқарту мәселесі бойынша 150-ден астам өзгерістер енгізілген болатын. Яғни осы аталған өзгерістерге тоқталатын болсақ, бұл 150-ші баптың бірінші бөлігіне сай талап қою арызы сотқа келіп түскен күннен бастап судья осы талап қою арызын қабылдау үшін 5 жұмыс күні ішінде қабылдау мәселесін шешеді. Ал енді мына өзгерістерге байланысты татуластыру шараларын жүргізу кезінде талап қою арызын қабылдау 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. Судья осы 174-ші бап, осы кодекстің 174-ші бабының бірінші бөлігіне сәйкес татуластыру рәсімдерін жүргізеді. Татуластыру рәсімдерін жүргізу барысында, яғни 10 жұмыс күні ішінде талап қою арызы келіп сотқа түскеннен кейін тараптарды шақырып, олармен сұхбаттасып, аталған шараның қаншалықты тараптарға тиімділігін түсіндіріп, нәтижесінде уақыттың үнемделуі, әрі кеткенде 10 жұмыс күні ішінде даудың шешілу мәселесі жөнінде және тараптардың арасында қарым-қатынастың сақталуы, теріс эмоциядан сақталу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Сонымен қатар, егерде бұл арыз жаңағы татуластыру рәсімде тараптар татуласпаған кезде істің қаралуы ұзақ мерзімге созылуы жөнінде айтылады. Осы татуластыру рәсімдерін жүргізу кезінде осы кодекстің 17-ші тарауында көзделген татуластыру рәсімдері бойынша жүргізеді. Яғни оның 3 тәсілі бар. Бұл татуласу келісімі, медиациялық келісім және партисипативтік келісім. Төтенше жағдай кезінде судьялар карантиндік шараларға қарамастан көптеген даулар мен қылмыстық істерді онлайн режимінде қарауда. Судьялар мемлекеттік санитарлық қызметтердің талаптарын бұзбай, тараптардың сот ісін жүргізуде қатысушылардың түсіністігіне ие болды. Тараптар сотқа келе алмайды, осы төтенше жағдайға байланысты онлайн қарауға мәжбүр болып жатыр. Сондықтан тараптармен Труконт бағдарламасы арқылы, WhatsApp желісі арқылы, Zoom бағдарламасы арқылы істер қаралып жатыр. Кішкене қиындықтар туындап жатыр, себебі кей жағдайда тараптарда ұялы телефондары болмайды, болмаса байланыс нашарлап жатыр. Бірақ оған қарамастан біз бүгінгі таңда сот жүйесінің алдына қойған тапсырмаларды орындауға бар күш-жігерімізді салып жатырық. Енді заман орында тұрған жоқ, ағым қазіргі таңда үлкен өзгерістер болып жатыр. Бітімгершілік бабалар дәстүрі. Кейде бірнеше айларға созылатын сот талқылауларына қарап, сотқа дейінгі татуласу тараптарға әуре сарсаңға түспеуге, уақытты үнемдеуге және қорғаушы қызметіне төленетін, соның ішінде сотқа жүгінуге байланысты шығындарды үнемдеуге, бастысы тату қарым-қатынасты сақтап қалуға мүмкіндік беретінін уақыттың өзі дәлелдеп отыр.